Сәлем балалар, 3-ші сынып әдебиетті оқу 10-ші сабақ. Тақырыбы «Мен қалада тұрамын». Шығармадағы оқиғаларды салыстыр. Ауыл таңы, қала таңы, осы тақырыптарға қандай сурет салар едіңдер? Ойларыңды әңгімелеп айтыңдар. Балалар, ауыл таңы мен қала таңы туралы өз суреттерін салған болатын. Енді ауыл таңы мен қала таңын өздерің әңгімелеп көріңдер. Қандай тіршілік, не істейсіңдер? Кейбір балалар ауылда тұрады, өзінің ауыл туралы, кейбір балалар қалада тұрады, қала туралы әңгімелеуге болады. Бердібек Соқпақбаевтың балалар жазушысы, яғни «Сен ұйықтап жатқанда» деген әңгімесін оқып, түсініп оқитын болыңдар. Бұл жерде сен ұйықтап жатқан кезде түнде де адамдар жұмыс істейтін болады. Олар жедел жәрдем екен. Осы мәтінді жақсылап оқып түсініп алыңдар. Балалар, сендердің аналарың немесе әкелеріңде осында жедел жәрдемде істеуі мүмкін. Ол кісілерден міндетті түрде жедел жәрдем қызметі туралы сұрап біліп алыңдар. Сосын мектепке келген соң айтып беруге болады. Мәтінде 2 бөлікке бөлінген, сол 2 бөліктің әрбіреуіне жеке-жеке ат қоямыз. Бірінші автопарктегі қызу жұмыстары, екінші жедел жәрдем қызметі. Таңертең кезде адамдар жұмысқа шығу үшін автопаркте жаңағы автобуста шығып өз жұмыстарын бастап кетеді екен. Екінші Ертай Ашықбаевтың «Таң» деген өлеңін оқитын боламыз. Өлеңді оқып, мазмұндап, ауызша айтып беріңдер. Балалар, таңертең кезде қандай қаламыз қандай күйге көрінеді екен, немесе ауыл. Таңертең тұрған кезде мысалы әрине қаланың ортасына гүлдердің ашылып, әдемі көрік беріп тұрғанын, ауылды жерде ағаштардың, құстардың сайрағанын, жапырақтардың дірілдеп, осындай бір қаламызға, ауылымызға көрік беріп тұратын табиғаттың ерекше бір белгілері бар екен. Сол кезде таң ата сенді оянатын боласың, себебі сабаққа бару керек. Ата-аналарың да жұмысқа бару үшін барлығы да таңертең оянып, 2 кестедегі сұрақтарға жауап берейік. Ол үшін біз Соқпақбаевтың «Сен ұйықтап жатқанда» Ашықбаевтың «Таң» деген өлеңін алып, ол екеуін салыстырамыз. Шығарманың түрі: біріншісінде әңгіме, екіншісінде өлең туралы айтылған. Екінші тәуліктің қай мезгілі суреттелген? Яғни бірінші әңгімеде түн, екінші өлеңде таң. Оны неден аңғардың? Әңгімедегі уақиғадан, яғни жедел жәрдемнің. Екіншісіне өлең мазмұнынан. Тағы қандай оқиғалар қосар едің? Түнгі табиғат тыныштығы туралы. Екінші кестедегі мәтінді салыстырайық. Тағы да 2 мәтінге ортақ тақырып бізде тіршілік сыры. Яғни таң атқаннан кейін немесе түнде адамдардың тіршілігі туралы айтылады екен, немесе табиғаттың тіршілігі. Айырмашылығы неде? Біріншісінде түн мезгілі, яғни әңгіме, екіншісінде таң мезгілі өлең екен. Балалар, біз 2 шығарманы салыстырдық. Осымен сабағымыз аяқталды.